Алдындағы видеода дұрыс түсіндіре алмаған шақылдым. Мінеки мынандай домбыраға, сосын мынандай міне өзіміздің ою өрнектерге, сосын мынандай аспаптарымызға, музыкалық болсын, сосын біздің қазақ тілімізге, ұлтымызға, көп сөйлейтін адамдарға сондай заң шығару керек. Тақиямызға, өзіміздің салт дәстүрімізге, мынау шапанымызға болсын, әйтпесе тақиямызды бір жерге кигізіп қойды, домбырамызды харам деп қойды, тағы да көп нәрселер. Сәукелемізді бір қыздар жалаңаш киіп позорымызды шығарып жатыр, қазақ ұлтымызды. Сол үшін оларға мен ойлаймын, қатаң заң қабылдау керек. Депутат мырзалар, естіп отырсыздар ғой да, қатаң заң қабылдау керек та, тағы да сондай қайталанатын болса, оларды өте қатаң жазаға тарту керек. Сол мені айтарым. Өйткені болды, шыдап болдық, неше түрлі адамдар, мынау блогер сымақтар күліп жатыр ғой біздің тақиямызға. Сондай нәрсеге жеткізбеу керекпіз. Кәдімгідей соттап оларды анау тордың артына жабу керекпіз. Әйтпесе мынандай нәрселер тоқтамайды.